Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен үйдегі бар затпен роза гүл жасайтын боламын. Яғни бұл жерде мен ғана жасаған жоқпын. Қыздарым, балдарым көмектесті. Олар өздерінің апайларына гүл сыйлағысы келген еді. Осылай лентаны сатып алдым, ал қалғандарының барлығы үйде бар еді. Бұл қызыл лента үйде бар еді. Мен розовый лента сатып алдым. Осылай үйде бар затпен істеп роза гүл жасайтын боламыз. Бұның істелу жолдары ютубта да өте көп. Мен өзім сол ютубтан көріп үйрендім. Қолым үйренгенше басында күйдіріп алып жаттым. Кейін уже қолым үйренгеннен кейін лентаны күйдіріп алған жоқпын. Осылай жан-жағын шетіне шығып тұрғандардың бәрін күйдіріп алады екенбіз. Кейін ары қарай жинайтын боламыз. Ал енді мына бірінші менің істеген гүлдерім. Қолым үйренгенше осылай істедім. Түрі нормальный сияқты. Уже ары қарай қолым үйреніп кетті. Осындай болып шықты. Бұның сыртындағысы бұл үйдегі пердеден артылып қалған тортығын. Содан істедім. Кішкентай бөліп. Ал мына пленка бұл гүлдің пленкасы емес. Бұл подарочный пакет бар ғой. Подарканың сыртын орап қоятын сондай пленка, специально гүлге арналмаған. Бізде қызыл розадан 10 штук шықты, ал розыдан 5 штук шықты. Яғни біз бөлдік. Бізге 3 букет жасау керек болды. Сол себепті 4 қызыл роза, 1 розовый роза болды. Яғни 2 букетте дәл осылай жасалынады. Ал 3-ші букетте 4 розовый, 1 арасына 1 штук қызыл роза салдық. Енді шамалы ерекшеленіп тұрсын деп арасында. Бұл жерде 4-5-еуінде қызыл, 5-еуінде розовый қылуға болатын еді. Енді қызымның өзінде қалауы осы болды. Содан кейін осылайынан істедік. Менде қалыңдау лента болмағаннан кейін үйде бар лентам осындай жіңішкелеу болды. Осы лентамен байлай салдым. Бұл жердегі заттар барлығы үйде бар заттар. Мен тек қана лентасын ғана алдым. Яғни ол розовый лентаны ғана алдым. Қалғандардың бәрі үйде бар еді менде. Және де осындай пакетпен бірінші үстін орадым. Бір дестен общий орайын десем, дұрыс емес келіп қалғаннан кейін пакетті екіге бөліп, бірінші үстін орап, кейін астын орадым. Жапырақ жасайын десем, жапырақ еш қолымнан келмеді. Негізі жапырақ жасаса әдемі көрінетін еді, бірақ жапырақ жасау менің қолымнан келмеді. Сол себепті пока розаның басын жасағанына мәз болып, осылайынан өзіміз қолдан жасадық. Алла қаласа, ертең балдар өзінің мұғалімдеріне, ұстаздарына апарып береді. Өте қуанып жүр. Өздерінің үлестері өте көп болды. Мен осылай жинап берген болмаса, лентаны қырқу, жан-жағын жаңағы текстеу деген нәрселердің бәрін сол балдарым өзі істеді. Қызым мен балам. Осылайынан өзімізге әдемі шықты. Менде бар лента осы болғаннан кейін, менде қалыңдау лента болмағаннан кейін, осындай жіңішке лентамен байлап істей салдық. Главный балаларым өте ырза болды. Әдемі болды деп өздері қуанып отыр. Ертең мұғалімдеріне апарып береді. Біз бұны негізі қаншасына бастадық? 3-не бастадық. Даже 2-сіне бастап, бүгін 6-сына біттік қой осы. Негізі 4 ниет гүл еді. 4-шісі оның садиктегі мұғалімдеріне апарып берді. Ең кішкентай балам. Міне результаты осындай болды. Енді өздеріңіз бағалап кетіңіздер. Үйдегі бар затпен өзіміз ютубтан көріп, үйреніп істедік. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.